Ассаламу алейкум достар. Менин есімім Айдын Айбек каналына қош келдіңдер. Мен енді жаңадан ютубқа шығып жатқан видео ұстаздарым болам. Ұстаздарым не қалайды. Неғып капюшон киіп отыр деп ойлайтын шығарсыңдар, бірақ неғып капюшон киген ұнайды маған. Бірақ сіздер үшін шешіп қояйын. Бірақ бас киім шеше алмаймын. Шашым жуылмаған. Так, бүгінгі Adobe Premiere Pro'да мына проблема шешетін заголовоктан оқып қойған шығарсыңдар. Бір окноны, например, мынандай окноны Йоны немесе тильтаны басқан кезде ол үлкен болып шығу керек. Ал кейбіреулердің ол шықпайды. Смотря қандай Adobe Premiere скачать ол. Оны кейбіреулер білмейді. Мен де басында білген жоқпын. Қазір сіздерге көрсетемін. Оны комбинация клавишіне кіріп істейміз. Например, мына тильта бар ғой, кнопкада йо деген әріпті басса, ол бүйтіп үлкею керек. Немесе shift тильтаны басса, бүйтіп полный экран беру керек. Қазір сіздерге қалай шығатынын көрсетемін. Шығаратын ол үшін мультиканы көріп тұрсыздар ғой, edit деген бар. Менде ағылшынша версиясы, сіздерге кеңес беремін, ағылшынша версиясын орнатыңыздар сразу. Басында үйренуге мүмкін орысшасын үйреніңіздер. Басында орысшасын қолданыңыздар, мен де басында орысшасын қолдандым. Кейіннен ағылшыншаға үйреніп келе жатырмын. Keyboard shortcuts деген кіресіңдер үшін. Сосын сразу Toggle full screen жасаңыздар шығады мына. Менде қазір мынау shift тильта Ctrl yo тұр. Ctrl yo почти жасамайды, оны кетіріп тастаймын. Shift yo'да тұр. Осын қараңдар, shift yo'дан осындай не тұрмаса, қайтадан басып, осылай shift yo деп қайтадан келтіріп аласыздар, сосын окей басасыңдар. Ол деген мынау. Shift yo'ны басқан кезде мына программ мониторының, яғни жұмыс жасап отқан мониторының үлкен болып көрінеді. Айналасында ешқандай дым болмайды, тек осылай дайын видеоны көрсету керек болса, осындай дайын көрсетіңдер shift yo. Оны қайтадан басса, қайтқа артқа келеді. Егер сіздерге каждый окноны, каждый терезені үлкейткілерін келсе, ол кезде shift yo жасамайды. Оған мен арнайы тек қана тильтаны басқан кезде үлкейтін қылып қойдым. Программа мониторы басам, yo'ны басам, шығады. Таймлайн басам, yo'ны басам, шығады. Оны қалай қоямыз? Комбинация клавиші кіреміз қайтадан. Ағылшыншада keyboard shortcuts, орысшада комбинация клавиш. Active. Мына жаққа жазамыз active frame. Ағылшыншада maximize or restore active frame деп шығады. Ал орысшада қазір қарап алайын. Ал орысшада развернуть или восстановить активный деп тұрады. Оны жазып білетін шығарсыздар. Развернуть или восстановить активный десеңіздер шығу керек орысшада. Ағылшыншада frame. Оған міне менде тильта тұр, тильтаны өзін басам, осылай қоясыздар. Потом окей. Бұл міне былай өзгереді. Яғни қай окноға басасыздар, сол үлкейеді. Осы достар, қандай білмей жатқан сұрақтарыңыз болса, осындай қазақша контентті қолдасаңыздар, мынандайды көрсетші деп айтсаңыздар, қолымнан келгенше барымша сіздерге көрсетемін. Сол үшін қазақша контент іздеп жүрген достарыңызға жіберіңдер мен. Комментарий қалдырыңдар, лайк басыңдар, только палец вверх дейді ғой, Литвин сияқты палец вверх. Все, давай. Көп сөйлемей қойын. Кстати, бұл видео, бұл сабақ қалай шықты, қай жері қате болды, қай жері жақсы болды, что жазып кетіңіздер өтініш.